Ассаламуалейкум, сәлем баршаңызға. Егер де сізді ұйқысыздық мазаласа, онда сізге мына 3 өнімді жеуге кеңес беремін. Бадам. Бадамның өзі денсаулыққа өте пайдалы. Жаңғақ денені әртүрлі қоректік заттармен қанықтырады. Ғалымдар бадамның ұйқының сапасын жақсартуға көмектесетінін анықтаған. Ол кейбір басқа жаңғақтар сияқты мелатониннің көзі болып табылады. Бұл гормон ұйқының реттелуіне жауап береді. Киви, фолий қышқылы мен калийдің, сондай-ақ көптеген басқа микроэлементтердің көзі. Кивиді тағамға пайдалану ас қорытуды жақсартады. Ағзадағы қабыну реакцияларын қарқындылығын төмендетеді. Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Ақкүріш. Өнім түнгі демалыстың сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл үлкен зерттеуде дәлелденген. Оған 1848 адам қатысқан. Кешке ақкүрішті жеген адамдардың ұзақ ұйықтайтынын анықтауға болады. Сондықтан бұл өнімді кешкі асқа жеуге болады, бірақ қалыпты мөлшерде. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.